Сәлем достар, әдемі дауыс курсының 4-ші сабағына қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен артикуляциялық жаттығулар туралы айтатын боламыз. Және де артикуляциялық жаттығулардың ішінде біз алдыңғы сабақтарда айтқанымыздай тілге, ерінге, жаққа байланысты негізі жаттығулар болады. Соның ішінде біз сіздермен тілге арналған жаттығулармен таныстық, ал бүгін біз сіздермен бірге ерінге арналған жаттығуларды жасайтын боламыз. Олай болса менімен бірге қайталаңыздар. Достар, бізде бірінші жаттығу езу деп аталады, яғни сіздер жымиған секілді еріндеріңізді созып, одан кейін түтікше секілді жинайтын боласыздар. Бірақтан да тістеріңізді көрсетудің қажеті жоқ, жай ғана жымиясыздар. Кезекте ернімізді түтікше етеміз және ернімізді созып жымиямыз. Достар, бұл ең оңай жаттығулардың бірі, және бұл жаттығуды сіздер автобуста тұрған кезде немесе бір жерде күтіп тұрған кезде бір адамды жасасаңыздар болады. Яғни кез келген уақытта, кез келген жерде осы жаттығуды жасай аласыздар. Және күнделікті бұл жаттығуды 3 немесе 5 рет жасаңыздар, немесе одан да көп ретте жасасаңыздар болады. Бізде жаттығу перде деп аталады. Ол жерде біз үстіңгі ернімізді жоғарыға, астыңғы ернімізді астыға қарай тартатын боламыз. Ең алдымен үстіңгі ернімізді бірге жасаймыз. Ендігі кезекте достар, астыңғы ернімізді жасаймыз. Бұл жерде маған негізі үстіңгі ерінді жасаған қиын емес, бірақтан да астыңғы ерінді жасаған кезде менің үстіңгі ернімде, яғни қимылдап кетіп жатыр. Негізі сіздер қимылдатпай, тек қана астыңғы еріндеріңіз жасаған кезде тек астыңғы ерінді ғана қозғатуларыңыз керек. Сонда ғана сіздер екі ерінді де жаттықтырған боласыздар. Достар, осымен бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Сабақтар сіздерге ұнаған болса, өздеріңіздің кері байланыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше аман, сау болыңыздар.